Гүлзипа апай ол мұғалім бізге түрік сабағынан береді. Өте жақсы апай. Көңілді, сабақты әртүрлі бағытта жақсы түсіндіреді. Кемшілігі балдарды шулап атса тыныштандырмайды. Гүлзипа апай жалпы сабақты позитивті жақта өтетін кісілердің бірі. Және де ол үнемі өзін көңіл ұстайды. Сондықтан басқа оқушылардың өзіне сабақ оқуға қолдайды. Гүлзипа апай жақсы апай, әдемі апай, өзіме ұнайды. Сабақ өткенде ұнайды, өзі ұнайды. Мінезі жағынан. Сабақ кей кезде мойындаймын, мен ұйқым кетеді сабағында. Апай бір жағынан ұрыспайды да оғанда. Бір нәрсе істесең, бұзықтық жасасаң, шуласаң ұрыспайды, бірақ ренжіп қалады, сонысы жаман. Не жақсы. Негізінен Гүлзипа апай бізге түрік тілі сабағынан береді. Ол өте жақсы апай. Біз оны қатты құрметтейміз. Апай өте, мысалы, әрбір сабақты өткен кезде адамның өміріне байланысты өтеді, немесе оған үш нөмірдегі мысалдар беріп, сол адамға түсінікті болсын деп береді. Мысалы, кез келген бір тақырыпты алатын болсақ, мысалы, үй жонығыр болсын, кез келген адам болсын, оның мінез құлқы арқылы сол адамның мінезін ашып береді. Bütün derslerimiz için, katıldığınız için, büyük kişilik özellikleri konusunda iyi netice gösterdiğiniz için tebrik ediyoruz. Tebrikliyoruz. İkinci, başkanlar. Size bugün bütün kişilik özelliklerinizi söyleyip çabukluk gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz.